Күні кеше елімізде бата менен ел көгерер атты республикалық батагөйлер байқауы өтті. Студиямызда қонақта байқау ұйымдастырушысы Қуаныш Сейтжанов мырза және бірінші орын иегері Муфталы Байдығұлов мырза, екінші орын иегері Амантай Тойшыбаев, үшінші орын иегері Сирахадин Байғалиев. Ол кісі келмей қалыпты, және арнайы жүлдені алған Бақытжан Атагелдиев мырза бүгін студиямызда қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Және Тұңғышбай Мұқан ағамызды да ұмытып бара жатыр екенмін. Негізі бірнеше адам болу керек еді, дегенмен бір кісі келмей қалғанына байланысты қателесіп отырмын, кешірім сұраймын. Қош келдіңіздер. Студиямызға батагөйлер келгеннен кейін әрине енді біз бата сұрайтынымыз анық. Ең әуелі аға өзіңізден аталарымыздың бірінен бата сұрайық, Наурыз батасын. Жақсы, енді жасыңызға қарай бересіздер ме, басыңызға қарай бересіздер ме? Және жолына қарайтын шығармыз, алыстан келген Муфтали ағамызды. Жақсы. Қол жайық ендеше. Отырып беремін. Я Құдайым оңдағай, оң жолына бастағай, әр уақ біткен жары болып, қыдыратам қолдағай, аман болып еліміз, еккен егін солмасын, арамызда жүретін алаяқтар болмасын, орта толып ырысқа, бейбіт өмір орнасын, бостандықтың ордасын, періштелер қорғасын, тіккен туы қазақтың көкке сәлем жолдасын, қапа болып қалың ел ауыр ойға шомбасын, ардақтаған сәбидің аяқ қолы тоңбасын, көш бастаған көсемдер, ел бастаған серкелер әділеттіктен таймасын, ауылдың қамын ойласын, бұтыраған қазағым ауылға шоқ жұлдыздай жинасын, аман болып қазағым асығы түсіп алшыдан, құт береке кетпесін, диқан менен малшыдан, бақыт басын, өмір бақи жаппасын, бәле бетер қазақты іздесе де таппасын, көркейе берсін еліміз, шалқысын айдын көліміз, малға толсын мыңыранған асқар ала беліміз, қыдыр көрген шөліміз, жалпақ жатқан қазақтың арта түсіп айбыны, тартылмасын айдыны, барлық қазақ күйленіп, ұмытсын қасірет қайғыны, аялаған ұл қызым арын сатпасын, еңбекпен етсін ерлерім, адалмен тапсын табысын, қобыландылай ұлдарым, қорғасын елдің намысын, қызғалдақтай қыздарым, бой жетсін елдің сәнішін, әділетті орнап қоғамда, алты аймақты алаштың арайлап атсын таңышын. Аллаху акбар. Амин. Айтқаныңыз келсін аға. Айтқаныңыз Енді әуелі Қуаныш мырза өзіңізден сұрасақ, мына батагөйлер сайысын ұйымдастырудың мән мағынасы және жалпы жылда ұйымдастырып жүргендеріңізді білеміз. Осы шараның маңызы туралы айта кетейікші. Рахмет. Енді ауыл партиясы екінші жыл болды батамен ел көгерер деген осы байқауды ұйымдастырудамыз. Бұның негізгі мақсаты, өз жалпы біздің әдебиетіміздің тарихына көз салатын болсақ, бата бұл өте өміршең жанрлардың бірі. Бұл заманның ағымына қарай, қоғамдағы бір өзекті өзгерістерге қарай қашанда толығып, мазмұндық жағынан, көркемдік жағынан толығып отыратын жақсы бір жанрлардың бірі. Және бұл жанр болмақпен бірге, бұл біздің өте көнеден келе жатқан салтымыз. Кешегі құрылтайдың өзінде президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтып өтті емес пе? Біздің көне салтымыз бізді артқа тартпау керек, керісінше алға бастайтын қуат көзі болу керек деп. Міне тура сол сөзде айтылғандай, сол негізгі идеологиялық бағытпен дөп түсіп отыр десек болады. Біз негізінен бірнеше тақырыптық бағытты айқындап алдық. Оның ішінде отансүйгіштік, еңбекқорлық, жаңа қазіргі әділетті Қазақстанның негізгі идеологиялық бағыттары адал азамат, жаңа жемқорлыққа қарсы сондай бір жастарға жақсы ұлағат сөз айтылсын деп осы батагөйлер конкурсын былтыр бастаған болатынбыз. Биыл екінші рет ұйымдастырылды. Биыл және екінші рет ұйымдастырылған кезде бұл батагөйлер сайысында біз технологияның мүмкіндіктерін де қолдандық. Сіздермен бір құпиясында бөлісіп қояйын. Мысалы арнайы біздің креативті жастарымыз партиядағы арнайы
телеграм бот ашты. Сол телеграм ботқа біз бүкіл аймақтан, өңірден 350-ден астам батагөйлердің бейне таспасын жинадық. Сол орталықтандырылған бейне таспалар жиналғаннан кейін әр өңірде өзінің бағасын беретін қазылар алқасы тағайындалды. Одан кейін өңірлік жеңімпаздар республикалық кезең өтті. Енді міне бүгін республикалық кезеңнің жеңімпаздары алдарыңызда. Бір айта кетерлігі, жас шектеу қойылған жоқ. Жаңағы жігіт ағасы жасына жеткен азаматтармен бірге ең жасы ұлғайған ағамыз 103 жастағы ақсақалымыз қатысты Батыс Қазақстан облысынан. Міне осындай жақсы жетістіктеріміз бар. Жалпы бұл жанр осындай өте өміршең жанр болғандықтан біз мақсатымызға жеттік қой деп ойлаймын. Керемет. Енді аталарымыз келіп отырғаннан кейін мына бата туралы бізді көріп отырған көрермен, оның ішінде жас өскелең ұрпаққа жаңағы үлгі өнеге болсын деп біз сіздерді шақырып отырмыз. Енді бата ұғымына жалпы тоқталып өтейікші. Батаның қандай түрлері бар? Және оны енді батаны берудің де қисыны болады ғой. Кімдер батаны бере алады, кімдер батаны бере алмайды. Соған да тоқталып өтейікші. Жалпы батаны үлкен екі топқа бөледі. Біреуі ақ бата, екіншісін қара бата деген ұқсап. Ақ бата барлық адамдарға өзінің жақсылықты тілейтін бағыттағы баталарда, қара батаны қарғыс деп айтуға болады. Жалпылама бөлгенде. Енді батаны қазақ бір жағынан жаңа фольклордың бір жанры десе, екінші жағынан қазақтың дәстүріне айналған үлкен бір енді ұғым. Баталы қол жармас, батасы олармас деп. Сондықтан сол батаны неғұрлы халыққа сыйлы, елге көпке сыйлы, жас ұлғайған, елге көп еңбек сіңген, елге үлгенеге болған адамдардан алғысы келеді. Жалпы қазақ ырымшыл халық сол батамен қатар сол адамнан тәбәрәк ретінде, сол адамнан қалған үлкен бір немелер ретінде сол отырған ақсақалдың отырған орнына аунату, аяғының астынан өткізіп алу, аузына түкіртіп алудан бастап, сол бата тәрізді үлкен дәстүр болып кеткен қатты ырымдайды. Сондықтан жаңа сұрадыңыз енді батаны қандай адам береді деп. Сондықтан осы ауылдың, ал кімдерге бата беруге тыйым салынған? Батаны енді үлкен аналарымыз да береді. Тыйым салынған дегенде Не бар ғой, қазақтың салтында дастарханның басының өзінің этикеті бар емес па? Сондықтан мысалы күйеуге бата бергізбейді. Мәселен жиенге бата бергізбейді, үлкендер отырған жерде. Не болмаса бұл этикеттің соншалықты, мәселен аға баласы деп үлкен рудың басы болған кісілерге бата бергізеді. Құданың жолы міндетті түрде дастарханның басында. Сондықтан енді бұл кісілер теоретик емес, теориясы маған жақынырақ шығар. Бұл кісілер кәдімгі ағып тұрған батагөй ақсақалдарымыз. Екі ауыз айтайын. Жалпы бата дегеннің өзі қазақ халқының құндылықтарының төрінде тұратын қасиетті ұғым. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да ол батаның бір ғана артықшылығын байқауымызға болады. Кез келген ортада, бас қосуда, жиын тойда әркім өзінің тілегін айтады. Ақындар өлеңін оқиды, әншілер өлеңін айтады. Отырған халық әрқайсысы өзінің қалауынша қабылдайды. Ал бата берген кезде бата беруші адам алақанын жайғанда бүкіл дүйім жұрт назар соған ауады. Тыныштық орнайды. Батаның құдіреті осында. Елдің бәрі сол бата өткенше назарын сонда аударып, соншалықты ынтамен қабылдайды. Міне батаның бір қасиеті осы. Екінші, батаны жаңа дұрыс айтып жатсыздар. Батаның өзінің, қазақ халқы батаның өзінің салт дәстүрінің төрінде ұстаған. Бата арқылы қазақ халқының терең ұғымдары қалыптасқан. Мәселен, батаны кім береді? Ең бірінші қазақ халқы бата дастарханда беретін болған. Бір түрі, дастарханда беретін батаны, дастарханға дәм келгенде бас кімнің алдына қойылды, бас ұстаған адам міндетті түрде бата береді. Өйткені бас алдын ала сыйлы адамға береді. Екінші, батаны үйдің иесі, тойдың иесі өзі беретін, бата беретін адамды таңдайды. Бұл дастархандағы бата. Сол сияқты сапар бата деген бата бар, шығып бара жатқан адамдарға. Ал енді кей уақытта бір адамды батаға қарты шақыртып алып, арнайы бата алады. Мұны арнайы жеке бата болады. Соның кейін жаңа ақсақал дұрыс айтып кетті. Батаның екі жұп болады бата. Бірінші жұбы алғыс айтылатын, екіншісі қарғыс айтылатын баса. Қарғыс деген батаның өзі ол
мына туысқан жақын адамдардың арасында отанын сатқанда, опасыздық жасағанда, өте бір ауыр жазағанда Кешірілмес күнә жаза ретінде жасағанда. қолданылады. Және осы сүйрек қолданылады. Теріс батаны қолының алақанын теріс жағымен барып беретін болған. Бұл теріс бата 7 атаға дейін созылатын болған. Сондай-ақ теріс батаны қайтарудың да арнайы бір әдебі Арнайы әдісі болады. Иә. болатынын Көбінесе мына білеміз, иә? наурыз айында. Наурыз дегеннің өзі кешірім, кеңшілік қой. Сол наурыз айларында сондай адамдардың арасындағы өкпе, наздың бәрі кетеді. Сондайда қайтаратын кезі болатын көреді. Енді жаңа бата беру жөнінде Қуаныш дұрыс айтып отырсыз. Батаны үлкен адамдар береді дедік. Ең бірінші батаның төрде отырған ақсақал береді дедік. Одан бас ұстаған адамдар береді дедік. Содан кейін Құданың жолы бір бөлек, Құдайдай сыйлаған, көрші қияметтік алыс жолдан келген жолаушыға батаның кезегін берген. Батаны бермейді. Егер еркек адам отырғанда әйел адам бермейді. Ауылда ер адам жоқ болса, міндетті түрде онда үлкен әжеліміз береді. Және тіпті батаның басқа түрі. Мал сойғанда қазақ халқы мына бетін асы адал болсын деп бата беріп барып мал соятын болған. Егер ауылда бата беретін еркек адам жоқ болатын болса, әйел адам өзінің қолының үстіне ауылдағы ер баланың қолын қойғызып тұрып бата беретін болған. Батаның қасиеттілігі сонда. Біздің Сол халқымыздың сақталған бата. даналығы. Және басқа дәстүрдің бәрінде ауытқушылық болуы мүмкін. Бата сол қалпында сақталған. Енді 1926 жылға дейін бата беріліп келді де, қайтадан 1988 жылы қайтадан жарық күнімізге оралып, батаны дәстүрге айналдырдық қой. Иә, осыған келе жатыр еді, негізі наурыз батаның қасиеті, жалпы наурыз батаның ерекшелігі туралы сіздерден бір ауыз білейін деп едім. Наурыз бата жөнінде бір ауыз айтып кетейін. Барлық бата бір-ақ жерде беріледі. Бірақ мысалы бүгін ас болып отыр. Аста бата беріледі, бітті. Наурыз бата наурыз күні бүткіл қазақтың үйінің бәрінде дастархан жайылады. Бәрінде наурыз көже. Барлық үйде наурыз бата беріледі. Наурыз батаның ерекшелігі сонда. Наурыз бата күні елдердің бәрі бүкіл үйді аралап тұрып бата береді. Яғни бүкіл халықты қамтитын бата. Наурыз батаның ерекшелігі. Және наурыз бата тек қана жақсылыққа, мына жылдың басының келуіне, көктем менен қыстың екеуінің алмасуына берілетіндігінде жыл басы ретінде, көктемнің қуанышы ретінде, мерейтой ретінде беріледі. Басқа баталар белгілі бағытта бағытталады. Ал наурыз бата барлық жерде бірдей, наурыз көжеге ақ мол болсын, ел тыныш болсын, халқымыздың іргесі берік болсын, балаларымыз бақытты болсын. Осындай наурызды келесі жылда қарсы алуды Алла нәсіп қылсын деп тілейді. Тілек бата, наурыз батасы. Керемет. Енді сондай-ақ біз енді өңірлерде, Қазақстанның әр өңірінде диалект бәрін білеміз, е? Әркім өз диалектінде сөйлейді. Сол сияқты батаның да сондай өңірге қатысы бар ма? Мысалы, батыс өңірінің батасы осындай болады, оңтүстіктікі міндетті түрде осындай деген сияқты ерекшеліктер бар ма? Бұл енді мынау басқа ұлттар сияқты емес. Біздің қазақта әр өңірде көп айырмашылық жоқ. Бұл қазақтың ұлылығы сонда. Өйткені кейбір ұлттар, мысалы, мына өзбектердің ана бір облысы, екінші облысын түсінбейді. Әзірбайжандар сондай. Ал енді қазақта бірен саран ғана бір сөздері болмаса, ол қазақтың барлық жерінде, барлық ырымы, барлық салт дәстүрі, барлық тіл бәрі бірдей. Ол көп айырмашылық жоқ. Батаңыздың да ол түрі бәрі қазаққа, күллі қазаққа ортақ. Ол қай облысқа барсаңыз да, мен енді біраз жерді аралаған қазақтың бірімін, айырмашылық көрмейміз. Оның көйін сол бірен саран ғана бір диалектіге жатады дейтін бір кішкентай ғана көп айырмашылық жоқ. Қазақтың барлық жерінде бәрі бірдей. Ырымы да бірдей, дәстүрі де бірдей, бата да бірдей, барлығы бір. Өйткені қазақтың ұлылығы сол. Жері қанша кең болса да, қасиетті тілдің қасиетін сақтай білген. Күшіміз бірлікте. Дұрыс айтасыз аға. Енді мына қазір зерттеушілер айтып жатыр, батаның жаңағы неғұрлым шын жүректен шыққаны дұрыс. Сонда ол қабыл болады дейді. Расында солай ғой. Енді бірақ жаттаған, сол жаттаған бата туралы сұрағым келіп тұр. Мәселен, қазір бала тілі бал деп қызық көріп, кішкентай мектеп жасына дейінгі балаларға бата жаттатып, соны жаңағы той томалақта, жиын тойларда айтқызады, немесе осындай телеарнадан береді, немесе әлеуметтік желілерге соны мақтан қылып салады. Қалай қарайсыздар бұл үрдіске? Әрине балалардың білгені дұрыс, дегенмен батаның енді өз жөні бар ғой. Енді болашақтың бала болашағымыз ғой. Енді олардың үйренгенінің артығы жоқ шығар. Бірақ енді анандай бір үлкен жиындарда, бір тойларда балаға бата бергізу деген енді ол меніңше дұрыс емес. Өйткені сол ауылдың қадірлі, қасиетті кәриясы береді.
Ал енді қазір осы кейінгі жылдары айту мынау батаны кішкене қолға алып жүрміз ғой. Кезіндегі кеңестік саясаттың арқасында сол батаңыздан ұтылып, анау Бекжан Тұрыс деген актеріміздің айтатыны бар. Кейбір ағаларымыздың басқа жасаған батасы сираққа татымайды. Кейбір кісілерге бата жаса десең әлі күнде жасы 70-тен асқан 80-ге келген кейбір кісілерге ал енді кәрия бата жасаңыз десең, айналайын мен соны білмеуші едім, анау жасай берсінші дейтін дәрежеге жеттік. Сонымен қатар жаңағы бала бата беру туралы айтып жатыр ғой. Мына жолы бар деп, тек атаның ұрпағы еді деп, сөз ұстаған аталардың ұрпағы еді, қазір атасының орнына бата береді деп, қой асығы демегін қолыңа тұтса, қолға тиса сақа тұт дегендей қылып, жас балаларға жол беретін жағдай болады. Оны ырым ретінде бұл енді сирек кездеседі. ол сирек кездеседі, бірақ 6 жасар бала келсе 60-тағы қария келіп сәлем береді дегендер шыққан ғой. Шыққан содан шыққан. Көрінген жерде енді ол баланы үлгеру, ұмтыла беру, меніңше сол батаның құнын түсіретін дүние. Қанша дегенмен баланың аты бала ғой. Бата жаттатқан жақсы. Қадірлі ақсақалдар, сіздердің келгендеріңізге мың алғыс. Расында Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздердің осы студияда берген баталарыңыз қабыл болсын. Көптен көп рахмет. Әрине таңды таңғырып әңгіме айтуға болар еді. Сіздердің өнегелеріңіз бір бағдарламаға сиятын өнеге емес. Әрине алдағы уақытта сіздерді шақыра жатармыз. Енді бір ауыз ақ тілектеріңізді айтып, осымен сұхбатты тәмамдасақ. Бата ретінде айтайын мен. Bismillahirrahmanirrahim. Раббим Аллам жарылқауын алсын. Дініміз исламға, кітабымыз Құранға, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға деген құрметіміз жүректің төрінде ойласын. Алты алаштың азаттығы, айбатты, бар қазақтың тәуелсіздік баянды болсын. Еліміздің іргесі бекемделіп, халқымыздың ажырамас тұтастық сақталсын. Бар қазақтың шаңырағында Қыдыр ата бата беріп бақ орнасын. Әр қазақтың шаңырағы бар қазаққа ортақ орда болып төгілсін. Бар қазақтың шаңырағында құт береке молшылық орнасын. Әр қазақтың шаңырағында ұлы үйленіп, қызы ұзатылып, құдалықтың ақ жолы басталсын. Бар қазақтың атамекен ауылы, ұлтымыздың ұясы күре тамырына айналсын. Бабаларымыз абыз әулиелігіменен ұрпақтарына ұран болсын. Аталарымыз батагөй қарттықтың көшін бастасын. Әжелеріміз ақылгөй даналықтың өнегесін көрсетсін. Әкелерде таусылмас ақыл, тарылмас пейіл, аналарда ағыл тегіл ақ тілекпен көл көсір мейірім болсын. Жігіттерде тоқтамас жігер, өршіл намыс, қыздарда көркем келбет, көрік болсын. Күйеу балада екі жұртқа жарасар инабат, келін балада періштедей адалдық, немереде ер жеткенше таусылмас еркелікпен балдан тәтті балалық болсын. Қарияларымыз қарттықымыздың рақатын көрсін. Жастарымыз жеті атасын жатқа айтсын. Жеті жұрттың тілін білсін. Жер жақанды меңгерсін. Ұрпағымыз ана тілінде еркін көсіліп сөйлесін. Қазақ болып халқының қамын ойласын. Ардың жүгін арқалап жүріп, ата салтын сақтасын. Қазақстан өркениеттің көшін бастасын. Ат жалындағы азаматтар антына берік, халқына адал, ұрпағына үлгі, ұлтына тұлға болсын. Ақ дастарханның дәм тұзы бай қуатты қылып, берген батамыз асыл мұраттарға жеткісін. Раббим Алла жарылқауына алып, жақсылығын түсіріп, барша жұрттың көсегесін көгертіп, өркенін өсірсін. Әмин. Әмин.